Ассалаумағалейкум. Қазақстанда тұрып, нан тауып жегің келсе, орыс тілін білуге мәжбүрсің. Өкінішке орай біздің елімізде қазір жағдай сондай. Өткен видеолардың бірінде біз нан туралы әңгіме қозғадық, ал бүгін одан да маңызды нәрсені талқылаймыз. Ол білім. Қазақстанда пайдалы білім мен маңызды ақпарат негізінен орыс тілінде беріледі. Қазақ тілінде өте аз, жоқ деп айтса да болады. Мысалы, орта білімді, жоғары білімді алсақ, жақсы сапалы оқулықтар орыс тілінде. Қазақ тілінде не мүлдем жоқ, ал бар болғанның өзінде оқулықтардың сапасы өте төмен. Және оған ешкім шағымданып та жатқан жоқ. Орыс тілді оқулықтардан бір қате тауып жатса, шикілік тауып жатса, ең бірінші болып қазақтар шулайды. Ойбай, мынау не деген масқара, не деген сұмдық деп. Ал қазақ тілінде оқулықтар жоқ болып жатса да, қазақтар үндемей жүре береді. Одан кейін бұқара ақпарат құралдары негізінен орыс тілінде. Біздің отандық телеарналар бар, радио арналар бар, олар қазақ тілінде жаңалықтар жүргізеді, кейбір сериалдарды қазақ тіліне аударып қояды, бірақ пайдалы, маңызды білім беретін Discovery, National Geographic, History, тағы да басқа сондай маңызды арналар орыс тілінде. Қазақ тіліне оны ешкім аударып жатқан жоқ. Енді осы соңғы уақытта болып жатқан пандемияға қатысты ақпараттың бәрі де негізінен орыс тілінде беріліп жатыр. Қазақ тілінде сондай ұсақ-түйек, сондай керек емес нәрселерді жазады да, маска тағыңдар деген сияқты болды. Пайдалы, маңызды білімді, ақпаратты орыс тілінде береді. Мысалы, осыдан бірнеше ай бұрын мен YouTube'та бір видео көрдім. Өте қызықты сұхбат болды. Бір экономист маман, қателеспесем, аты Айдар Алибаев. Ол пандемия саясатына қатысты өзінің пікірін білдірді. Сонда маған оның айтқан сөздері ұнады да, ол Қазақстанда осындай танымал тұлғалардың арасында, білікті мамандардың арасында жалғыз ол ғана әлемдік денсаулық ұйымының саясатын сынға алған адам. Оның экономикаға қандай зардабы тиетіні туралы айтып кеткен адам. Маған сол жер ұнады. Бірақ өкінішке орай сұхбат орыс тілінде болды. Сонда жаңағы сұхбатты берген маман қазақ, журналист қазақ, бірақ сұхбат орыс тілінде болды. Одан кейін мен жарайды, мейлі дедім де, сол видеоның қазақша нұсқасын іздедім. Әрине мен түсініп тұрдым, оның қазақшасы жоқ екен. Бірақ үмітсіз шайтан дейді ғой. Іздедім, тапқан жоқпын. Сөйтсем, сол арнада бірде-бір қазақша видео жоқ екен. Бұл Зона KZ деген арна. Зона KZ. Қараңыздар, KZ ру емес. Бірақ бүкіл видеосы орыс тілінде. Қазақ тілде бірде-бір видео жоқ. Сол арнаны ашып қарасаңыздар, ішінде неше түрлі маңызды ақпарат беріліп жатыр да, әртүрлі мамандар пікір білдіріп жатыр, маңызды ақпарат беріп жатыр да, бірақ соның ешқайсысы қазақша беріп жатқан жоқ. Сонда қазақтар орыс тілін білмесе, маңызды ақпараттан құр қалады деген сөз. Одан кейін көп ұзамай мен YouTube'та тағы бір видео көрдім. Онда денсаулық сақтау министрі ол кезде Біртанов болған. Сұхбат берді. Ол Қазақстанда коронавирусты қалай емдейтін туралы кейбір протоколдар, қандай дәрілер қолданып жатыр, сол туралы әңгіме айтты да, өте маңызды ақпарат. Бірақ ол да орыс тілінде болды. Осын жарайды дедім де, соның қазақшасын іздедім. Тағы да мен түсініп тұрдым қазақшасы жоқ екен. Бірақ әдейі соған көз жеткізу үшін іздедім. Сол арнаға кіріп іздедім. Сөйтсем, Тенгри ТВ арнасы екен. Қараңыздаршы, Тенгри ТВ, Тенгри деген сол еліміздегі ең ірі бұқара ақпарат құралдарының бірі. Ол жекеменшік болып саналса да, бәріміз жақсы білеміз, ол артында мемлекет тұрған, Солай бола тұра, ол қазақ тілін мойындап жатқан жоқ. Лауазымды тұлғадан сұхбатты орыс тілінде алды. Оны қазақ тіліне аударған да жоқ. Одан кейін мен тағы бір видео көрдім. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми YouTube арнасында бір видео болды. Естеріңізде болса, осыдан бірнеше ай бұрын денсаулық кодексі шықты, Жаңа заң қабылданды. Халық оған шулап қарсы болып, қол жинады. Мен өзім де сол заңға қарсы болдым. Мен де соған қол қойдым.
соған қатысты денсаулық сақтау министрлігі оған жауап ретінде онлайн конференция өткізді. Олар халыққа үгіт насихат жүргізді. Екпеден бас тартуға болмайды, екпе салдыру керек, ол маңызды деген сияқты сондай видео конференция жасады бұл тақырыпқа қатысты. Сонда ондаған маман қатысты. Соның ішінде шетел мамандары да болды. Сол конференция орыс тілінде өтті. Ана шетел маманы ағылшынша сөйледі, оның сөздері орыс тіліне аударылды. Соңында ғана бір адам ғана қазақша сөйледі, бірақ бір адам ғана, сол 10 шақты адамның ішінде біреу ғана қазақша сөйледі. Және басында емес, соңында ғана. Бірақ әңгіменің басым бөлігі орыс тілінде болды. Енді қараңыздар. Денсаулық сақтау министрлігі онлайн конференцияны орыс тілінде өткізіп жатыр. Мемлекеттік мекеме, министрлік қазақ тілін мойындап жатқан жоқ. Бұл видео маған жалпы ұнаған жоқ. Өйткені мен білем, оның үгіт насихат пропаганда екен. Мен өз басым міндеттелген екпеге қарсымын. Бірақ мәселе онда емес. Ол қандай ақпарат болмасын, мейлі ол пропаганда бола ма, үгіт насихат бола ма, маңызды емес. Ең бірінші қазақ тілінде берілу керек. Қандай ақпарат болмасын. Одан кейін орыс тіліне аударыла ма, жоқ па, ол жағы маған маңызды емес. Әйтеуір ең бірінші қазақ тілінде берілу керек. Және сол денсаулық кодексіне қатысты тағы бір қызық жағдай болды. Естеріңізде болса, мүмкін біреулеріңіз білетін шығарсыздар, біреулеріңіз білмейсіздер. WhatsApp желісінде осыған қатысты бір хабарлама таратылды. егов сайтына кіріңдер, бұл заң қабылданбай тұрғанда оған қарсылық білдірейік. Сол заң жазылып тұрған жерге кіріп, әрбір вакцинаның астына комментарий қалдырыңдар деп. Қарсылық білдіріңдер деп. Сонда мен де сол заңды егов сайтынан таптым. Сосын ашып қарадым. Одан кейін оны жүктеп алдым. Ыңғайлы болу үшін жүктеп алып, ашып қарасам, ішіндегі мәтін быт-шыт болып жатырды. Жартысы қазақша, жартысы орысша, шимай. Түсінбей қалдым мен. Мынау не болып кетті өзі деп. Сосын төмен қарай түстім, ол жақта кестелер болу керек. Кесте тұрған жерде мүлдем быт-шыт, шимай болып кеткен, біреу қоқыс төгіп тастаған сияқты. Сосын түсінбей қалдым да мен. Мүмкін бір программисттің қатесі ме деп. Одан кейін орысша нұсқасын жүктеп алып ашып қарасам, бір әп-әдемі болып тұрды. Сол кезде мен жыным келді, қаным қайнап кетті. Сосын бірден комментарий жаздым да, неге қазақша дұрыстап жазбайсыңдар деп. Ашуланып жаздым да, анда небәрі 7-ақ бет сол құжатта. Соның өзін дұрыстап жаза алмаған. Сонда денсаулық сақтау министрлігінде, бүкіл министрлікте бірде-бір қазақ тілді сауатты маман жоқ па? Әрине бар. Бірақ олар қазақ тілін керек қылып жатқан да жоқ. Сондағы бұлардың осылай істегені мен үшін қазақтың бетіне түкірген. Қазақша ақпарат керек пе? Бұлай шимайлап, мыжып алды да, біз бетімізге тастай салды бұлай. Солай істеді олар. Сөйтіп мен ана жерде ашуланып кеттім де, комментарий қалдырдым. Қазақша неге дұрыстап жазбайсыңдар деп. Сосын жауып тастадым соны. Ана вакциналар жайында қалды. Сол біздің елімізде бизнес иелері ғана емес, мемлекеттік ең жоғары деңгейдегі мекемелер де қазақ тілін керек қылып жатқан жоқ. Мемлекеттік тілді аттап отыр. Мен орыс тіліне қарсы емеспін. Орысша ақпарат бере ме? Бере берсін. Маған бәрібір. Бірақ ең бірінші қазақ тілінде берілу керек. Априори солай болу керек. Қазақ тілінде берілу керек. Ал одан кейін орысшаға аудара ма, аудармай ма, ағылшын тілінде бере ма, суахили тілінде бере ма, урду тілінде бере ма, кхмер тілінде бере ма, маған бәрібір. Бере берсін. Бірақ қазақ тілін, мемлекеттік тілді аттап, орыс тілінде ақпарат берген, ол заң бұзушылық. Бірақ біз оған үндемей жүрміз. Бұл қазаққа қарсы жасалып жатқан қылмыс. Білесіздер ме, Қазақстанда ең кедей, ең нашар тұратын халық кім? Бәріңіз жақсы білесіздер, ол қазақтар. Неге? Оның бірнеше себебі бар, бірақ оның негізгі себептерінің бірі осы. Бізге пайдалы білім мен маңызды ақпарат қазақ тілінде берілмейді. Сонда
егер Қазақстанда тұратын әлде бір азамат орыс тілін білмесе, ол пайдалы білімнен, маңызды ақпараттан құр қалады. Сөйтіп ол даму сатысының төмен деңгейінде қалып қояды. Ол жоғары қарай өспейді. Оның қызметі өспейді. Ол дұрыс білім ала алмайды. Оның бизнесі жүрмейді. Ол қай жерге бармасын, қандай қызметке барсын, ол өсе алмайды. Орыс тілін білмесе өсе алмайды. Сондықтан да қазақтың жағдай нашар болып тұрғанының мен айтпаймын, бұл ең басты, ең негізгі жалғыз себеп деп. Бірақ негізгі себептердің бірі осы. Ал біз неге оған үндемей жүрміз? Неге біз өз құқығымызды талап етпейміз? Біздің құқығымыз шектеліп жатыр. Мен орысша жақсы түсінемін, бірақ мен қазақ тілінде ақпарат алғым келеді. Бұл менің заңды құқығым. Ал менің құқығым шектеліп жатыр. Оны мемлекеттік мекемелерде министрлер, лауазымды тұлғалар бәрі, бизнес иелері бәрі қазақтың құқығын шектеліп жатыр. Бізге бұған қарсы күресу керек. Бұны тоқтату керек.